Әдебиет алыбы замана заңғары бір туар білімпаз, аса көрнекті мемлекет қайраткері Әбіш Кекілбайұлының құрметіне құрылған рухани орталықта тұрмыз. Қазақстан бой жетіп отырған сұлу қызы бар кемпір мен шал деп толғап, қайталанбас қолтаңбасымен қазақ әдебиетінің ғана емес, әлем әдебиетінің қазынасына үлкен олжа салған көсемсөз шеберінің шығармашылығы осындағы әр заттан көрініс тауып, ғимараттың әр бұрышынан Абыз ағаның қазақы исан қиды. Келешек буының еншісіне қалдырған өлшеусіз мұрасы мен мұндалап өзіне елтеді. Ол жазуға еш қиналмайды. Сөйлегенде көмейінен көркем сөз өздігінен өрнектеліп, көкірегінен түйдек-түйдек ой, таудан құлаған сарқырама секілді тоқтаусыз төгілді. Оның әлемі кәдімгі жақұт секілді жарқырап, жан жағына шуағын шашты. Айтты, жазды және оны жүзеге асырды. Бердібек Соқпақбаевты 8 қырлы, бір сырлы азамат деп айтуға толық негіз бар. Әуелі өлең жазды. Одан кейін қара сөзді жанына серік етіп, прозаға ауысты. Екі қасиет қосылып, оның сценарист болу қабілетін ашты. Шын шебердің бұл бағытта да бағы жанды. Қазақ кинематографиясының алтын қорына енген «Менің атым Қожа» фильмі сөз жоқ, көркем классика. 1963 жылы экранға шыққан бұл туынды қазақ киносының бойтұмарына айналды. Сөйтіп балалардың сүйікті жазушысы кино саласына да үлкен еңбек сіңірді. Өмірбаянында Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясында редактор болып қызмет еткені жазылған.